Өстелгеніме де өкінмеймін. Аллаға шүкір, әлхамдулилlah шүкір. Шушында өстек, шушында үйрендік, бүтін нәрсеге де дейміз сол. Тәбік мәкне пішірір үшін ең бірінші ширатта 700 грамм жылы süt, 2 yumurta, 1 aşqalағы песок, шама білән тұз, дрожжи бармақ башы қадар, 3 aşqalағы күнбағыш майы салып, қамыр ясайбыз. Қамырны 2-3 мәртебе қабарғаштан туғылап түшірәбіз. Һәм пішірір алдынан 1 стакан кипятокқа 1 шайқалағы соды салып, шей содасы салып, қамырға салабыз да, и сразу пішіреде башлайбыз. Шошындай тәбикмәкләр була. Тәбикмәкләр бик тәмле. Тәбикмәкне пішкәнін бірсін қойнар келеш бойлап иіп барабыз. Нарынны менә көзикмәк пішіріп сыйлар ойладым. Көзикмәк қамырына 2 аш чүмеше кефир, 2 аш чүмеше süt üstü, 2 yumurta, 1 şayqalağı soda, tuz, 1 stakan песок, 10 салып, қысқыбы қамыры қамыр басабыз. Һәм шуны құры тавада газ үстінде пешіріп алабыз да, баллы, майлы сироп белән майлап, үстіне песок себеп тоже иіп барабыз. Нижнекамскийда реабилитациялық центрда ял еткен шағында Раилның 55 yaşına ясадым. Мұның основасы енді бұл рамкасы әзір рамка. Мына бұл тамырлары, енді ағаштың тамырлары туалетная бумагадан. Бұлары ақша, настоящий ақшалар. Мына бұл сырлы болып тұрғандар, олар салфетка. 3 қатлы салфетканың им юқасынан. Лаклайсың, бояйсың, лаклайсың.